Батырақ кедей қойшы, жалшылықта жүрген жігіт. Оның өмірі ауыр еңбекпен, байлардың ескісімен өтеді. Ол жастайынан жетім қалып, түрлі байлардың қолында жалшылық етеді. Оның нағыз аты Қоянбай, бірақ оны ауыл адамдары Батырақ деп атап кеткен. Сағындық дәулетті бай, 3 әйелі бар. Батырақ оның жалшысы болып, барлық ауыр жұмысты атқарады. Сағындықтың жас тоқалы Жеңсік пен Батырақтың арасында жақындық байқалып қалады. Бұл жағдайды бәйбіше аңдып, ақыры әшкерелеп екеуін ауыр жазаға тартады. Жеңсік байдың намысын таптағаны үшін азапталады, мойнына құрам кезігі ілініп, көш кезінде масқара етіледі. Батырақ та ұрып соғылады, қорланады. Кеңес үкіметі орнаған кезде Батырақ сияқты кедейлер үшін жаңа үміт пайда болғандай көрінеді. Бірақ революциядан кейінгі дүрбелең қанау, әділетсіздік оны тағы да қиын жағдайға әкеледі. Большевиктер халыққа теңдік уәде еткенімен, олардың арасында да бұзақылар, қатыгез адамдар көп болып шығады. Батырақ пен басқа да кедейлер әділдікке жету жолында көптеген қиындықтарға тап болады. Олар әділетсіздікке қарсы күресуге тырысады, бірақ өз заманында қаншалықты еркін бола алатыны белгісіз. Оның өмірі кедейлердің азапты тағдырының көрінісі. Шығарма соңында Батырақ кеңес үкіметінің орнауымен бірге кедейлер ұйымына қосылып, жаңа өміріне қадам басады. Өмір бойы жалшылық пен азап көрген ол енді әділдік үшін күреске араласады. Кедейлер оның өмір жолына қарап ұйымды Батырақ деп атайды. Бұл оның бейнетті өмірінің жаңа кезеңге өткенін білдіреді. Сонымен қатар ол өзінің сүйгені Жеңсікті заңды түрде әйел етіп алады. Бұл жағдай байлар мен дәстүрлі биік өкілдеріне соққы болып тиеді. Өйткені бұрын құл саналған адам байдың әйелін өз еркімен жетектеп кетуі қазақ қоғамындағы әлеуметтік өзгерістердің символына айналады. Ілияс Жансүгіров осы арқылы қазақ қоғамының қиын кезеңдерін белгілейді.